Саламатсыздар. Мен МКТ-дан дәріс алушы 7-ші топтан. Атым Гүлнұр, жасым 45-те. Мен біраз нәрселермен бөліскім келіп отыр. Осы сабақты тыңдағалы менің көзім жеткені алғыс айту сезімі, айналаға деген қуаныш, махаббат, барымызға шүкіршілік ету. Ол нәрсенің ешқайсысын мен сезінбеген екенмін осы уақытқа дейін. Үнемі өткенге ренжіп, болашақты уайымдауменен жүріппін. Және де сол нәрсенің бәрі бізге денсаулығымызға зиян келтіреді екен. Өте зиян келтіреді екен. Мен осыға дейін 3 операция болдым. Және де нервің шаршаған деп маған не деген укол, дәрілер беруші еді. Оның бәрін әрине салдырдым, іштім, бірақ оның маған пайдасы тимеді. Сөйтіп жүріп, осы сабақты оқығалы көзім жетті. Өзімді өзім шаршатқан екенмін. Мінез кеселдерімді анықтадым осы сабақты оқығалы. Сол мінездерім арқылы мен өзімді шаршаған, іштей жегенмін. Сол кезде содан нерв шаршайды екен, адамның нерві, бүкіл ағзасы шаршайды екен. Содан аурулар туындайды екен. Ауруды өзіміз пайда қылады екенбіз. Және де медитацияның кереметіне көзім жетті. Медитацияда индукцияға кіріп отырып, мен асқазаным қатты ауырып отыр еді. Сол кезде бір қолымда сол ауырып тұрған жеріме түстім. Қолымда ақ ұнтақ бар еді. Сол ұнтақты былай үстіне қойдым, ауырып тұрған жерімді өзім қатты сезіп тұрдым. Соған ақ ұнтақты қойдым, сол кезде бір қап-қара бірдеңе ұшты аспанға қарай. Мен қорқып кеттім, ол кезде оның не нәрсе екенін түсінбедім. Кейін Ләззат модераторымыздан сұрадым, оның не нәрсе екенін, неғып ондай болған. Ол кісі сен асқазаныңды емдедің деді. Мен әрине сенбедім ол кезде. Ал қазір көзім жетіп отыр, 20 шақты күн болды, мен асқазаным мүлдем ауырмайды. Сол жақ қабырғамның асты да қоймай маза бермеуші еді. Оның бәрі қойды қазір. Мен сондай разымын Ахметбек ағайдың осындай біліміне, халықпен бөлісіп атқанына, осындай білімнің барына сондай разымын. Аллаға алғыс айтамын. Адам сену керек, сеніммен жасаса, барлық ауруыңыздан айығасыз, барлық кеселдерден айығады екенсіз. Сеніммен кірісу керек екен. Рахмет.